Амансыздар ма, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Мен қорқыппын өзгенің өсегінен, кір іздеген кіршіксіз кешегімнен. Аттан құлады деп күлген екен, күнде құлап жүргендер есегінен. Кетер әкең де, анаң да кетер, кеткенше саған алаңдап өтер. Тірі кезінде құрметте бәрін, өкпелегенше заманға бекер. Ағайын күлкін қайда, назың қайда, жарасқан бір-біріңе әзіл қайда. Қалған көңіл, шыққан жан дегендейін, шынымен енді қайтып жазылмай ма? Ниетің мен пейіліңді түзеген сайын, Алла халіңді жақсартады. Өзгеге жақсылық ойлаған сайын, жақсылық саған ойламаған жерден келеді. Ал өзгелерді бақытты ету үшін өмір сүрген адамға ұлы жаратушы Алла оны бақытты ететін адамдарды нәсіп етеді. Қиналып жүрген адамға жеті кеңес. Барлығы уақытша, қазіргі қиыншылығың да бітеді, сен оны да жеңіп шығасың. Екінші кеңес, сен өзің ойлағаннан да күштірексің. Кейде жақсы затты жоғалтқаннан кейін, артынан одан да жақсы зат күтіп тұрады. Сен маңыздысың, оны сезбесең де осыны естен шығарма, сен әлемге керексің. Жаман нәрсені уайымдаудың орнына өмірдегі жақсыны еске алып, шүкір ет. Өзіңе қамқор бол, дене мен эмоциялық денсаулығыңды қорға. Әр қиыншылық саған бір сабақ үйретеді. Осылайша сен мықтырақ боласың. Адамды көрікті ететін жүзі, жүзді сұлу ететін көзі, десек те адамды адам ететін оның аузынан шыққан сөзі. Ғұмыр қысқа дейміз-ау, ғұмыр қысқа, тоқтайтынын білмейміз қайсы тұста. Қысқа ғұмыр қамшының сабындай-ақ, ұқсайды екен пыр етіп ұшқан құсқа. Өткен күннен өкініш барма сірә, оралмайды мейлі күл, мейлі жыла. Кеткен жанды іздейсің айналаңнан, келмейтінін қайтадан біле тұра. Кейде ренжіп дүние тарлығына, қолды бірақ сілтейсің барлығына. Байқасаңыз бәріне уақыт емші, сыйласқанға жетпейді барлығы да.